Ел қылатын бар еді, сәлем сөзі кәделі тізесін десең әлемді, зәуелі сәлемді демекші, барлықтарыңызға қайырлы күн. Мен Сарқан ауданы Екінші орта мектебінің 9-шы сынып оқушысы Таңсыпай Айханым, Низам жылжымалы әдебиет мектебінің жеңімпазымын. Әрбір адамның өз ізі бар, ал кейбір із жүректерде қалады. Бүгін біз Бейсен Құранбектің өмір жолынан білетін боламыз. Ол тек тележүргізуші ғана емес, нағыз қарапайым және қайсар орынмен көзге түскен журналистердің үлгісі. Бейсен Құранбек бір сөзбен айтқанда 8 қырлы бір сыйлы азамат еді. Ол қазақты сүюді тілдің ұшындағы жалған ұранмен емес, жүрегінің түбіндегі ұлы сезіммен білдіретін. Ол достыққа адал, туыстыққа ұйытқы бола білді. Қайырымдылық жасағанды жаны жақсы көретін. Жылағанды шуатты, құлағанды сүйеді. Өтірік сөйлемейтін, турасын айтатын. Отбасын отанның бір уығы деп санап, оның берік қадалуына аса мән берді. Осындай ізгі қасиеттер, осындай 8 қыры, оның бір сыры адалдық жолында адамдық болмысын қалыптастырып кетті. Біз қазір Бейсенді ұмытпай, ұмыта алмай, қайта-қайта есімін жаңғыртып жатқанымыз, ол өзінің сол адалдық, адамдық болмысымен Абай атамыз айтқан толық адам қалпымен өмір сүргеннен шығар. Ол эфирге шыққанда ел жанын тыңдайтын, ел үніне құлақ салатын. Айтуға оңай, шындықты айтатын алаң болса, ал қарекет сол шындықты іс жүзіне асыратын алаң еді. Жазушы Санжар Керімбайдың Бейсен және болмыс кітабын оқып отырып, Низам жылжымалы әдебиет мектебін құрсақ деген идея ойымызға келді. Бұл негізгі мектептің мақсаты өңір-өңірден жастарға жалын беру, жастарды тәрбиелеу, тұлға болып шығуға тәрбиелеу, яки Бейсен аға сияқты еліне еге, жұртына тұтқа болатындай асыл тұлға тәрбиелеу болатын. Бүгінде біз сол миссияны атқарып жатырмыз деп ойлаймын. Низам мектебінің 100-деген шәкірті бар. Біз осы күнге 300 балаға білім бердік. Бұл білім беру себебіміз тура Бейсен аға сияқты өңір-өңірден таланттарды іздеп, ол кісіде олар шықсын, ел танысын, жер танысын деген мақсат құраған болатын. Сол мақсаттың шеңберінде біз де ел ішінде дарынды балаларды тәрбиелеуге бел байладық. Журналист өзінің айтып тұрған нәрсесіне жауап беру керек, және ол мейлінше пайдасын тигізу үшін сөйлеу керек. Қарапайым адамның үлкен тарихы дәл осылай жазылады. Бейсен Құранбектің өмірі мен еңбегі бүгінгі ұрпаққа мұра және оны жалғастыру ұрпақтың қолында. Менің тарихта аты алтын әріптермен жазылып қалған ұлы журналист Бейсен Құранбектің Мұхтар Күмісбек, Жұматай Оспанұлы сияқты шәкірттермен дидарлас болуым мен үшін бақыт. Журналистік өмірге алғашқы қадамым деп те есептеймін. Қарапайым адамның үлкен тарихы деген шағын видеоролик түсіру арқылы мен Бейсен Құранбектің артында қалған мұра мен қайырымды істерін көрсетуге тырыстым. 21 ғасыр жастары осыдан үлкен сабақ алса екен деймін. Сіздермен болған мен жас тілші Таңсыпай Айханым.